Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансұлу. Бүгін өте оңай әрі тез дайындалатын шоколадный печеньенің рецептін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, видеоға лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен ерітілген сары майға қант салып араластырамыз. Бір жұмыртқа салып тағы да жақсылап араластырамыз. Сухой заттарымыз саламыз. Ұн, какао, разрыхлитель тұз жақсылап араластырып, жарты сағатқа холодильникке саламыз. Дайын болған тестаны домалақтап, сахарный пудраға орнатып, пергамент қағаз салынған табаға жайғастырамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіреміз. Осымен біздің жұмсақ, дәмі өте керемет шығатын шоколадный печеньелеріміз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар, ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Жансұлу, келесі кездескенше.